Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай жасалынатын және де дәмді болып шығатын муравейниктердің рецептісін ұсынамын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, шекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Содан соң ерітілген сармай қосамыз. Мендегі сармай станичный деп аталатын сармай. Сармайды құйғаннан соң тағы да венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып алуымыз қажет. Біздің массамыз біркелкі болғаннан соң оның үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Осы қоспалардан артық ештеме қосудың қажеті жоқ. Жақсылап қолымызбен жұмыс жасап, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осы видеода көрсетілгендей жұмсақтықта болуы қажет. Дайын болған қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Бөлінген қамырымызды видеодағыдай ұзынша формаға шығарып, таза пакетикке салып, мұздатқышқа бір күнге қалдырамыз. Қаласаңыздар 7-8 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Бірақ мен бір күнге қалдырдым мұздатқышқа. Сол кезде қамырымыз жақсы қатады. Жақсы қатқан қамыр үгіштен жақсы өтетін болады. Егер қамырыңыз жұмсақтау болып тұрса, ол кезде үгіштен өткізу шамалы қиындық тудыруы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, мендегі қамыр әбден жақсы мұздатқышта тұрып қатты. Қазір келесі кезекте енді ұнға аунатып отыра үгіштен өткізетін боламыз. Құрметті көрермендер, қамырымызды үгіштің осындай үлкендеу жағынан ұнға аунатып отыра өткіземіз. Міндетті түрде ұнды қолданыңыздар, себебі қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті тез-тезден ұнға аунатып отырып өткізуге кеңес беремін. Қамырымызды үгіштен өткізіп болғаннан соң печкіміздің арнайы формасына пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған печкеде 180 градуста пісіріп аламыз. Ал қалған 2 бөлігін бөлек пісіреміз. Сол аралықта кремін дайындап аламыз. Креміне сармай, бал және де вареный сгущенка қажет болады. Газдың орташа отында жақсылап ерігенше араластырып отырамыз. Сіздерге осы жерде айта кететінім, вареный сгущенканың сапалы түрін қолдануға кеңес беремін. Менде осындай жақсы сападағы вареный сгущенка, өте қою түрін қолдандым. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай біздің муравейникке арналған қамырымыз пісіп дайын болды. Енді жаңағы дайындап қойған кремімізді үстіне құямыз, жақсылап араластырамыз. Араласқаннан соң муравейниктің формасын шығаруға кірісеміз. Муравейниктің формасын шығару үшін бізге осындай шағындау, ыңғайлы ыдыс қажет болады. Өзіңіздің үйіңізде қандай ыдыс бар, соны қолдансаңыздар болады. Ішін азғана сулап жіберіп, кішкентай қасықпен шамамен 2,5 қасықтай салып, муравейниктердің формасын шығарамыз. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп және де видеоға лайк басып, осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен осы парақшада бөлісіп отыратын боламын. Осымен біздің муравейниктеріміз дайын болды. Дайын болған муравейникті қаласаңыздар тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Біздің муравейниктер осымен дайын, өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Және де оп-оңай қарапайым ингредиенттерден жасалынады. Міндетті түрде рецепт сақтап алып жасап көріңіздер. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.